бабалардан мирас болот. Канымызга сіңген, бүгінде тамырымызда бүлкүлдеп жатқан ізгі қасиеттерді қайта түлетуіміз керек. Ағдар рухани жаңғыру жолдауынан. Әл-Ғиса, бұл оқиға рухы биік, ұлы дала төсінде дүниеге келген алып бала туралы болмақ. Қане көрейікші бізде. Ой, мына бала алыпқа ұқсамайды ғой өзі. Бәсі, біз іздеген сәби, осын деген ғой. Қанеки. Өзім секілді палуан болайын деп тұр екен. Олай болса, сенің атың... Әке, сіз бедіңіз. Кешіріңіз, жол сіздік әрине. Бәрекелді. Атасы секілді палуан болайын деп тұр екен. Ендеше сенің атың Мұхан. Ала ғой, айналайын, үше ғой жарығым. Қарны ашып қалыпты. Ой, тағалып келейін. Үше ғой. Батырларды туған анадан, ақындарды туған анадан, бақытына барша қазақтың, келдім міне ғашықтың, айналайын сендей балмақтан. Тәңір берген көшті бойында, жеңістерге жету ойында, білектіге басын имей, жауырыны жерге тимей, армандарға алға ұмтыла. Мыналар есейіп қалыпты ғой. Демек 3 жыл өткен. Бірақ бұл кезеңде айтарлықтай қызық болған жоқ. Міне, осы жастарында біраз қызықты оқиғалар болды. Мұхан, қорадағы қойларды өріс қайдаңдар? Кеттік, Мұхан. Болсаңшы. Şu koşkarım.
Muhan, koş! Бұл не? Мәссаған! Жүрсеңші! Жаттығуда қандай қиын болса, айқаста сондай жеңіл болады. Кел Мұқан, ағаш аралаймыз. Мен ағаш жарамын. Әкел, мен көрейін. Сен сияқты күшім болса. Ал қане, қызықты сәттерін көру үшін тездетіп өткізіп жіберейік. Кешіріңіздер. Арада тағы да жылдар өтіп, мұғалімдер жетті. Енді оның халық аузында жүрген ерекше ерліктеріне куә болайық. Енді не істейміз, Мұқан? Білмеймін. Ауыл әлі алыс. Ай, далада қасқырға жем болатын болдық-ау. Көмектесіңдер! Ей, кім бар? Көмектесіңдер! Мұқан, сенімдісің бе? Шығып біздің күшімізді көріңдер. Мұқан екеуміз шөпті де, аттарды да аман алып қалдық. Міне, көріңдер. Тфәй, тіл көзім тасқа. Баяғының батырларын көргендей болдым ау. Рахмет саған, Мұхан. Әрі қарай мен өзім барайын. Әкем көріп қойса, ұрсып жүрер. Жарайды, көмектескенде тұрған не бар? Ұрса қоймас. Мұқан, қайдасың? Мұқан, қайдасың? Мұқан, қайда жоғалып кеттің? Іздемеген жерім жоқ. Тыныштық ба? Тыныштық болса осылай сабылып іздейін де. Сені Байекең сұрастырып жатыр. Не үшін? Байдың үлкен бұқасы өзендегі батпаққа батып шыға алмай жатыр екен. Бүкіл ауыл жабылып шығара алмады. Оның маған қатысы не? Сен ең қызығын сұрамадың ғой. Тағы не? Бұқаны шығарған адамға Байекең бір қошқар берем деді. Онда кеттік. Қаптан!
жөнінде көп естуші едім. Енді көзіммен көріп тәнті болдым. Отардан қалаған қошқарыңды таңдап ал. Ал өзің ертеңнен бастап менің ат қосшым болуға қалайсың? Muhan келісті. Олай болса, ертең қалаға жолға шығасың. Екеуміз Мұханды қалай суырып алдық, я Мұхан? Енді қошқар бізді таңдап алайық. Иснай, не де болса бір тоятын болдық. Бақ жүркіннің дәмін сынай. Өй, Мұхан, мұның не? Расында да дәмді екен. Жарайды, кішінап ал. Ертең қалаға жүреміз. Байекеңнің жұмысын бітірдік. Енді ауылға қайту керек. Мұхан, қалаға күнде келе бермейміз ғой. Сәл ауырлап көрейікші. Кәне, анда бір қызық болып жатыр. Жүрсеңші. Көрген дарманда, көрмеген дарманда. Цирк! Көрген дарманда, көрмеген дарманда. Әлемге әйгілі сиқыршылар, балуандар мен аттың құлағында ойнайтын шабандоздар, клоундар мен сүйегі жоқ гимнастика шеберлері. Келіңіздер, көріңіздер. Циркке қош келдіңіздер. Естідің бе? Балуандар өнер көрсетеді дейді. Балуандар? Оған ақшамыз болмайдыр ғой. Ей, бір мәнісі болар. Көзімізді қиығымен болса да көрейікті. Мына жерден ештеңе көріп жарытпаспыз. Бір жолын табып. Келесі тамашалайтындарыңыз орасан зор қара күштің иесі, Сібірдің қоңыр аюы, Иван Балуанның өнері. Қарсы алыңыздар. Менде бір ой бар. Жүр кеттік. Аю десе дегенде екен, ақ шіркін күшін-ай. Мен қысылып қалдым, Мұхан, көмектес. Кеттік. Қалай екен? Сібірдің аюы көңілдеріңізден шықты ма? Мықты екен. Керемет. Ал мұнда бір жылқының ақшасы бар. Олай болса, осы ақшаны кез келгеніңіз ала аласыздар. Тек бір ғана шарт бар. Сібірдің аюын кім жығып, қара маскасты шешсе, сол алады. Қане, кім шығады? Бәрекелді. Қане, қара маскамен қайсың шығасыңдар? Алға. Мына жігіт. Не істеу керек? Олай болса, Сібірдің аюымен күрес басталды. Қошемет! Күресу керек пе? Қазақта да нарқасқан жігіттер бар. Құдайға шүкір. Жарайсың қазақ! Алғыр қазақ! Міне жеңімпаз! Қазақтың қарапайым жігіті қара масканы шешті! Қошемет! Шарт бойынша
Мен осындағы күрес қауымдастығының өкілімін. Мұқан деген сіз бе? Мен? Сізде табиғат берген күш, ерекше дарын бар секілді. Мұндай күшпен сіз мына далада емес, қалада, яғни үлкен кілемде өнер көрсеткеніңіз дұрыс. Қаласаңыз, мен сізді қарамағыма алайын. Мен ойланып көрейін. Сонда күрескен үшін ақша бересіздер ме? Әрине алады, және де аз емес. Онда біз келістік. Олай болса, Қалай, қайда, қашан, кімге, немен барамыз? жақсы, 10 күннен соң осында жолығамыз. Мен асыға күтемін. Сау болыңыздар. Көрдің бе Мұқан? Менімен жүрсең, қор болмайсың. Бұл да басыңа қонған бақ шығар. Үлкендердің көзіне түскенің дұрыс болған. Әке, олай болса батаңызды беріңіз. Есіңде болсын, Мұқан. Күш білекте ғана болмайды. Үлкен күш жүректен шығады. Сондықтан жүрегіңді тыңда. Жортқанда жолың болсын. Қыдыр алейкумассалам. Шылауыңда болсын. Аумин. Аумин. Уайымдамаңыздар, өзім бас көз болам. Міне осылай, Мұқан әлемдегі ең беделді жарыстарға қатысып, ең мықты деген балуандарды жеңеді. Содан соң оған қажы атағы беріліп, Қажымұқан атанады. Қажымұқанның атағы қазақ даласынан ары асып, бүкіл әлемге дүркірейді. Ей, мен осы көп сөйлеп кеткен жоқпын ба? Қой, одан да Қажымұқанның ерекше айқастарының бірін көрейік. Мен Жапон балуаны Саракики. Жарысқа қатысқандардың бәрін талқандаймын. Бір ғана шартым бар. Күрес джиу-джитсу әдісімен өтетін болса, әне, кім бар? Кілемге кім шығады менімен? Мырзалар, Жапонның балуаны Саракикимен белдесуге шынымен ешкім шықпайды ма? Есіңде болсын, Мұқан. Күш білекте ғана болмайды. Үлкен күш жүректен шығады. Қане көңілдірек, кім шығады? Олай болса, бүгінгі жарыстың чемпионы деп Жапон балуаны. Жаным арымның садақасы. Нар тәуекел. Мен шығамын. Қане, келесі батырымыз кім екен? Қарсы алыңыздар. Қазақ даласынан балуаны Мұқан мырза. Дугол шабала. Аха, мына қазақтың жүрегі бар екен. Қане, қолдап қояйық.
toprakımızın ruhun мәңгілікке асқақтата береді.